Расында дұға ол мұсылманның қаруы. Дұға ол мұсылманның қорғаны. Дұға ол діннің тірегі. Дұға ол жер мен аспанның нұры. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхан насу антумул фуқарау илаллах, валлаху хувал ғанiyul хамид деп мархамет етеді. Ей адамдар, сендер Аллаға мұқтажсыңдар. Алла ол ешкімге мұқтаж емес, ол мақтаулы делінген. Бұл жерде, бұл аятта адамды бөліп жармай, ей адамдар деп айтып тұр. Ол адам бай бола ма, кедей бола ма, сау бола ма, ауру бола ма, бақытты бола ма, бақытсыз бола ма, ер бола ма, әйел бола ма, бәрі Аллаға мұқтаж. Біреуге байлық керек, біреуге денсаулық керек, біреуге тыныштық керек, біреуге бала керек, біреуге мейірімді ана керек, қайырымды әке керек. Құдайдан тілейтініміз көп. Міне сол тілегімізді, сұрайтынымызды дұға арқылы Алла Тағалаға жалбарынып біз сұраймыз. Дұғаның қабыл болатын уақыттары, мезгілдері, мекені, адамның хал жайы туралы аяттарда, хадистерде көп айтылған. Мысал ретінде Зүлхиджа айының алғашқы 10 күнін ғанимет біліңдер деген нұсқауларды біз оқыдық. Арапа күн ғанимет біліңдер, ораза ұстаңдар, Құдайға тілек тілеңдер деген хадисті естідік. Намаздардан кейін оқылатын дұға, ауыз ашқан кезде жасалатын дұға, сәждеде оқылатын дұғаларымыз, адамның жүрегі жұмсап, осындай бір көзі ашық, көкірегі ояу кезде ғанимет білу туралы хадистерді білеміз. Меккеге барғанда, Қағбаны көргенде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мешітінде отырғанда, Алланың үйі мешіттерге келгенде, уақытты ғанимет біліп дұға жасау туралы хабарларды естідік. Міне осы уақыттарды, мезгілдерді, орындарды біз ғанимет білуіміз шарт. Дұғаның төресі ол намаз. Намаз сөздік мағынасы тіке қазақшаға аударғанда ол дұға, Құдайдан сұрау деген мағынаны білдіреді. Намаздың ішінде оқылатын барлық зікірлер негізі жалбарынуға, сұрауға, дұға тілеуге қаратылған. Абу Амама радиаллаху анхудан риуаят етілген хадисте
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: аспан есіктері ашылады. Дұға 4 орында қабыл болады. Алланың жолында қатарда сапта тұрған кезде дейді. Мынау жихад болған ғой, соғыс болған. Соғыс кезінде дұшпанға қарсы тұрып қатарда тұрудың өзі оңай емес. Ол соғысты көрмеген адам ол қорқып бітеді. Құдай жолында дейді ол. Құдай жолында. Сол қатарда тығыз дінді қорғау ниетінде, Алланың разылығында сол тұрған кезде дұға қабыл етіледі дейді. Жаңбыр жауғанда, намазда тұрғанда және Қағбаны көргенде деп айтады. Сондықтан міне қажылыққа барған кезде бұрын Қағбаны көрмеген адам барып бірінші Қағбаны зиярат етеді. Бірінші барып Қағбаны тауаф етеді. Харам мешітіне кіріп, сол Қағбаны көзімен көрген кезде оқылған дұғаны Алла қабыл етеді деген осындай сөз бар. Міне қажылыққа барғандар дұға жасап, сол сәтті ғанимет білген болса керек деп біз ойлаймыз. Абу Муса радиаллаху анхудан риуаят етілген хадисте: кім Аллаға мұқтаж болса, парыз намаздың артынан дұға жасасын деген. Және сол кісіден риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: 3 адамның дұғасы қайтарылмайды, қабыл етіледі. Бірінші әділ патша дейді. Әділ басшының дұғасы қабыл болады дейді. Екінші, ораза ұстаған адам ауыз ашып жатқан кезде дұғасы қабыл болады дейді. Үшінші, мазлумның дұғасы қабыл болады. Басына қиыншылық туған, осындай бір басына ауыртпашылық төнген сондай бір адам, әділетсіздік көрген, әділдікті таба алмай, ар есікке, мынау есікке сығалап жүрген мазлум адамның дұғасы қабыл болады. Алла Тағала оның дұғасын бұлттардың үстіне көтереді. Ол үшін аспан есіктері ашылады. Алла Тағала айтады: менің үстемділігім және ұлықтығыма ант етемін. Міндетті түрде, әлбетте мен саған көмектесемін, жәрдем беремін, біраз уақыттан кейін болса да дейді. Дұға қабыл болу үшін өзінің шарттары бар. Бірінші шарт ол ықылас, шынайылық, ниет. Одан бөлек дәретті болған күйде дұға жасау, қыблаға қарап дұға жасау, тізеге отырып Аллаға тәубе етіп дұға жасау, истиғфар айтумен, Алла күнәмді кешір деумен дұғаны бастау, әділетсіздік жасамау, екі қолын көтеріп Аллаға шынайы ниетпен дұға жасау. Міне дұға жасаудың тәртібі, әдебі, шарты осылай. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим, ва я қауми стағфиру раббакум, сумма тубу илайхи, юрсилис сама алейкум мидраран ва язидкум қувватан иля қувватикум, ва ла таваллау мужримин. Садақаллахул азим. Ей қауым, ей жамағат, Раббыларыңа истиғфар айтыңдар, сосын оған тәубе етіңдер. Тәубе дегені күнәңа өкініп, осы күнәні қайта жасамаймын деп Аллаға жалбарыныңдар дегені. Сонда Алла Тағала сендерге жаңбыр жібереді. Сендердің күш-қуаттарыңа және күш-қуат қосылады. Сендер күнәһар болып, бет бұрып кетпеңдер, теріс қарап кетпеңдер деп айтылады. Саад радиаллаху анхудан риуаят етілген хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Уджусу аля рукаби, сумма қулу я Rabbi, я Rabbi."
Дұға жасаған кезде әуелі тізеге отырыңдар дейді. Тізелеріңе отырып, шөкке түсіп отыру дейді ғой, шөк түсіп отыру. Сосын, я Рабби, Рабби, Раббым, жаратушы ием деп, сосын дұға тілеңдер деп айтқан. Бұдан бөлек шарт, дұға қабыл болу үшін біз тамақта, киім киюде, орын мекенде, сусынымызда харамнан сақтануымыз тиіс. Өйткені Алла Тағала өте пәк, пәктікті, тазалықты сүйеді. Абу Хурайра радиаллаху анхуден риуаят етілген хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтады: ей адам баласы, расында Алла таза болыңдар. Өйткені Алла тек тазалықты ғана, пәктікті ғана қабыл етеді дейді. Және Алла Тағала мұсылмандарға, пайғамбарларға бұйырылған нәрсені бұйырды. Және я айюхар русулу кулу минат тойибати ва'малу салихан инни бима та'малуна алим. Ей пайғамбарлар, таза нәрседен жеңдер, ізгі амалдарды жасаңдар. Өйткені сендердің істеп жатқан істеріңді Алла біледі дейді. Одан бөлек Алла Тағала я айюхаллазина аману кулу мин тойибати ма разақнакум. Ей иман келтіргендер, сендер біз берген нәрсенің ең тазасынан жеп ішіңдер деп бұйырады. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сапарда жүрген, әбден қиыншылық көрген бір адамды еске алды. Ол адам қолын аспанға көтеріп дұға жасайды. Я Рабби деп тілегін тілейді. Сонымен бірге оның жеп жатқан тамағы харам, оның ішкен сусыны харам, оның киген киімі харамнан болған, және азық түлігі бәрі харамнан болған. Фәәнна юстажабу лизалика. Ондай адамның дұғасы қайдан қабыл болады деп пайғамбарымыз айтады. Міне, біз ішіп жатқан сусынымыз харам болса, жеп жатқан тамағымыз харам болса, киіміміз, сатып алған үйіміз ұрлықпен, зорлықпен табылған болса, тағы біз Аллаға дұға етеміз. Ол дұға қайдан қабыл болады? Тағы бір шарты, дұға жасаған кезде мұсылманның жүрегі Алламен байланысу керек. Дұға жасаған кезде пендемен Алланың арасында ешқандай бір бөгет болмау керек. Алла туралы ойы дұрыс болу керек. Алла менің дұғамды қабыл етеді деген кәміл сенімде болу керек. Өйткені Алла Тағала сәми, бізді естуші, қариб, бізге жақын, мужиб, біздің дұғамызды қабыл етуші. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде «Уд'у раббакум тадарруан ва хуфия, иннаху ла юхиббул му'тадин». Сендер Раббыларыңа жалбарынып, жасырын күйде дұға етіңдер. Өйткені ол шектен асқандарды сүймейді дейді. Абу Хурайра радиаллаху анхуден риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Уд'уллаха ва антум муқинуна бил иджаба». Сендер Алла Тағалаға дұғаларыңның қабыл етілуіне кәміл сенген халде дұға етіңдер, жалбарыныңдар. «Ва'аламу анналлаха ла ястаджибу мин қалбин ғафилин лахин». Және біліңдер, Алла Тағала жүрегі бейқам, әр нәрсеге алаңдаушы жүректен дұғаны Алла қабыл етпейді. Мұны соны біліңдер дейді. Егер біз дұға жасап жатқанда жүрегіміз алаңдаушы болса, әр нәрсені бір ойлаушы және бейқам болса, ол да дұғаның қабыл болмауына себеп болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мынау бір сөзі де бар екен: егер мұсылман адамның күнәсі болса, ол бейрақым болса, туған туыстарымен
жақсы қарым қатынаста болмаса, Алла Тағала оның дұғасын қабыл етпейді дейді. Дұға жасағанда жаманшылықты шақырмау керек, біреуді қарғамау керек. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Ва яд'ул инсану биш-шарри дуаааху бил-хайр ва канал инсану ажула. Адам баласы жақсылықты қалай шақырса, жамандықты да тура солай шақырады, жамандықпен дұға етеді. Дегенмен адам баласы өте асығушы дейді. Біз асығамыз. Кейде біреуден ренжи саламыз да, оған ренжіп, артынан жамандықтарды шақырамыз, қарғаймыз. Біреуден сәл бір сөзі ұнамай қалса, ісі жақпай қалса, бірденнен оны қарғап жатамыз. Олай істемеңдер деп жатыр. Пайғамбарымыз олай істемеңдер деп үйретіп жатыр. Пайғамбарымыз да ешқашан біреуді қарғамаған, қайта имандылыққа шақырған, көркем мінезділікке шақырған. Өліп кет дейміз, құрып кет, оңбағыр, қараңғағыр, түрін құрғыр деп осындай бір жаман сөздер бар. Осы мүлдем ауызға алмау керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан мынау бір хадис келген екен. Умму Салама радиаллаху анху риwayat етеді. Ла тад'у аля анфусикум илля би хайр, фа иннал малаиката ю'минуна аля ма тақулун. Сендер өздеріңе тек жақсылықты ғана тілеңдер, жамандықты тілемеңдер. Өйткені періштелер сендердің айтып жатқан сөздеріңе әмин дейді. Егер біз осындай жаман тілекті айтып жатқан болсақ, ол өзімізге айтамыз ба, баламызға айтамыз ба, көршімізге айтамыз ба, кімге болсын ондай жаман тілек тілемеу керек. Өйткені періште әмин десе, ол дұға қабыл болып кетуі мүмкін. Жабир ибн Абдулла радиаллаху анхудан риwayat етілген хадисте Расулулла саллаллаху алейхи уассалам өздеріңе, бала шағаларыңа және қызметкерлеріңе, қол астында істеп жүрген жұмысшыларға дейді, және өз мал мүліктеріңе жамандық тілемеңдер. Өйткені Алла Тағаланың дұғаны қабыл болатын сондай бір уақытына сәйкес келіп қалса дейді, ол қабыл болып кетуі мүмкін дейді. Дұға жасаудың бір тәртібі, қолды көтеріп, екі қолды көтеріп, ол араб тілінде болсын, демесе өз тілінде болсын, қазақ тілінде болсын, шынайы өзіне керек болған тілекті, дұғаны оқып бағыштау керек. Ей Алла, біз енді өлгендерді де дұға етеміз. Алла Тағала рахым ет өткендерді қабір азабынан сақта деп дұға етеміз. Тозақ отынан сақта деп дұға етеміз. Өйткені өлгендер дұғаға мұқтаж. Олар енді өліп кетті, енді олар өздеріне өзі дұға ете алмайды. Бірақ біз артында қалған балалары бар ғой, ұрпақтары бар, достары бар. Біз сол бізден бұрын өліп кеткен адамдарды біз дұғамен еске алуымыз керек. Біз өзіміз үшін, отбасымыз үшін, көршіміз үшін, досымыз үшін, мұсылман бауырымыз үшін дұға етуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына бір хадисінде «Иза рафа'a ядайхи фи дуаи лам яхудхума хатта ямсаха бихима вajhahu». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұға жасаған кезде қолын көтеріп, бетін сипамай, қолын түсірмес еді дейді. Кейбір бауырларымыз шықты, қолын көтермейді дұға жасағанда. Кейбір бауырларымыз бар, қолын көтеріп, бетін бұлай сипамайды. Ал мынау бір хадисте, имам Тирмизи риwayat еткен хадисте, пайғамбарымыз дұға жасаған кезде қолын көтеріп, дұғасын айтып, бетін сипамай, ол қолын түсірмес еді деп айтады. Біздің ата-бабаларымыз да осылай дұға етіп келді. Олар сүннетке амал етті. Біз де солардың жолын ұстанатын болсақ, біз пайғамбарымыздың жолын ұстанған боламыз. Біз өзіміздің дәстүрімізден қайтпауымыз керек. Өзіміздің Абу Ханифа рахматулла алейхтің мазхабынан шетке шықпауымыз керек. Олай болса, құрметті жамағат, мынау дұға қабыл болатын мүбәрәк бір сәтте, жұма күні, осы сәтте
әрбіріміздің ел игілігі үшін, жанұямыз үшін, өз басымыз үшін, мал мүлкіміз үшін, досымыз үшін, көршіміз үшін, мұсылман бауырларымыз үшін, әлемдегі барлық адамзат мұсылман қауым үшін жасаған жақсы дұғаларымызды Алла Тағала қабыл етсін. Жақсылыққа жете берейік. Алла Тағала жамағатымыздың ауызбіршілігін кетірмесін. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil аламин. Лахи rabbil аламин. Лахи rabbil аламин. Дұғаның әдептері деген тақырып. Дұға шақыру, Алладан сұрау, жалбарына тілеу деген мағыналарды білдіреді. Дұға Алла Тағаланың құлынан талап еткен дүниесі. Себебі бізді Алла Тағала жаратқан. Және біз түбінде сол жаратқан Раббымызға, Алла Тағалаға қайтамыз. Мәселен, адам баласы күнделікті тіршілікте әрдайым өзіне көмектесетін дос іздейді. Өзіне тірек болатын аға іздейді. Басына қиын түскен кезде жәннен табылар дос іздейді. Жақсы жар іздейді. Қызметке тұру үшін, жұмысы жүру үшін таныс болуын қалайды. Тіршілікте солай. Себебі біз басынан әлсіз жаратылғанбыз. Біз бірге тұруға, қоғам болып өмір сүруге мәжбүрміз бір-бірімізбен. Бірақ адамдардың көпшілігі өзінің Раббысын ұмытып кетеді. Қиын жағдайға тап болған кезде, мәселен, авария болған кезде ең әуелі Алланы еске алмайды. Телефонын алып, басқа біреуге звондауды бастайды. Қиын жағдайға түссе, тап солай телефонды қолға алып, басқа біреуге звондауға бастайды. Негізінде мұсылманның баласына түскен міндет бәрін тастап, Раббысына жалбарынып дұға қылу. Себебі Алла оның Раббысы, оның досынан, танысынан, ағасынан, басқасынан артық. Және Алла Тағала өзінің құлына, өзінің пендесіне ненің хайырлы, ненің хайырсыз екендігін, ненің жақсы екендігін, ненің жаман екендігін ол пендеден гөрі артық біледі. Алла Тағала Құран кәрімде былай дейді: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб уджибу даъвата да'i иза да'ан. Егер менен құлдарым мен жайында келіп сұраса, мен жайында сұраса, оларға барып айт, мен оларға жақынмын. Дұға еткен кісі, дұға еткен кезде мен оның міндетті түрде дұғасын қабыл етемін. Демек, сіз бен сізге түскен міндет Алла Тағаланы кез келген істе, кез келген шаруада Алла Тағалаға жалбарынып дұға сұрау. Кейбір біздің жамағатымыз былай деп ойлайды: Алла Тағала өте үлкен ұлық зат, одан ешнәрсе сұрауға болмайды деп. Немесе біреулер ойлайды, оны майда шүйде нәрсемен әурелемеу керек деп ойлайды. Олай емес. Кез келген істі сұраңыз. Егер дертті болсаңыз, дертіңізге шипа сұраңыз. Жұмыс таба алмай жүрсеңіз, хайырлы жұмыс сұраңыз. Жар таба алмай жүрсеңіз, салихалы жар сұраңыз. Ұрпақты болмасаңыз, ұрпақ сұраңыз. Алла Тағала сізге бәрін береді. Себебі Алла Тағала осы аятта айтып жатыр: егер менің құлдарым мен жайында сұраса, мен оларға жақынмын. Және дұға етуші дұға еткенде мен міндетті түрде оның дұғасын қабыл етемін деп отыр. Бұл Алланың уәдесі. Біз өзіміздің ісімізді істей білсек, Алла Тағала өзінің ісін істейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп, бір хадисінде былай дейді: Ма мин муслимин ядуллаха би да'ватин лайса фиха ithmun вала qati'atu рахимин илля a'таху Аллаху биха ихта талас. Қандай да бір мұсылман баласы ішінде күнә жоқ, туыстық байланысты үзу жоқ. Бір дұға етсе, яғни қылып жатқан дұғасында күнә сұрап жатқан жоқ, күнә жасайын деп. Немесе ағайынмен байланысты үзейін деп сұрап жатқан жоқ. Осы екеуінен тыс басқа бір дұға сұраса,
Алла тағала оның дұғасын үш түрлі етіп қабыл етеді. Үш түрлі етіп. Имма ан туаджала лаху даъватуху, ең әуелгісі оның сұраған нәрсесі беріледі. Не сұраса Алла тағала соны береді. Ва имма ан яддахираха Аллаху фил ахира. Немесе оның сауабын сақтап, сұраған нәрсесін бермейді. Сұраған нәрсесінің орнына оның сауабын жинақтап, ақыретке сақтап қояды. Ва имма ан ясрифа анху минас-суи мислаха. Немесе дәл сол дұға еткеннің көлеміндей бір жамандықтың бетін қайтарады одан. Қалу идан нуксир. Сахабалар айтты, я Расулалла, онда біз дұға көп жасайық деп айтты. Ақыры бұлай болатығын болса, біз көп дұға етейік деп айтты. Қал, Аллаху аксар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сендер қанша дұға етсеңдер, Алла тағала одан көп деп айтты дейді. Сендер дұға етуден шаршамасаңдар, Алла тағала бұны беруден сендерге шаршамайды. Демек, мұсылманның баласы дұға етсе, дұғам неге қабыл болмай жатыр деп асықпаңыз. Себебі біздің кейбір арамызда біреулер бар, дұға етеді, бірақ не дейді, мен дұғам қабыл болмай жатыр деп қайғырады. Дұғасы қабыл болмай жатқан жоқ. Алла тағала оған екінші мен үшінші нәрсені айтылып жатыр хадистегі. Оның сауабын ақыретке сақтап жатыр, немесе оны үлкен бір бәлекеттен, үлкен бір қиындықтан аман алып қалып жатыр. Сен мені бәледен, жаладан мені сақта деп дұға еткен жоқсың, бірақ Алла сені сол мына жақсылыққа дұға еткен дұғаңды не қылып жатыр, сол арқылы сенен аулақ етіп жатыр. Саған сол бәлені басыңа түсірмей жатыр. Сол қиындықты саған душар етпей жатыр, сені аулақ етіп жатыр. Алла тағала басқа бір аятында былай дейді: "Уақала раббукум уд'уни астажиб лакум." Сендердің Раббыларың сендерге былай деп бұйырады: сендер маған дұға етіңдер, мен міндетті түрде оған жауап беремін. Мен оның міндетті түрде дұғасын қабыл етемін. Басқа бір аятында Алла тағала былай дейді: "Уну раббакум тадарруа ва хуфия." Раббыларыңа жалбарынып, жасырын түрде дұға етіңдер. "Иннаху ла юхиббул муътадин." Алла тағала дұғада шектен шыққандарды жақсы көрмейді. "Вала туфсиду фил арди ба'да ислахиха." Жер бетінде тыныштық болған соң жердің бетін бүлдіріп бұзғыншылық жасамаңдар. "Вад'уху хауфа ва тамаа." Алла тағаланың сауабынан үміт етіп, азабынан қорқып дұға етіңдер. "Инна рахматаллахи қарибун минал мухсинин." Алланың рахымы, мейірімі жақсылық жасағандарға жақын болады. Аятқа қарасаңыз, Алла тағала жалбарынып сұрауды талап етіп жатыр. Демек, дұға Алла тағаладан жалбарынып сұралуы тиіс. Екіншіден, аятта айтылған нәрсе, дауыс көтермей сұрау керек Алладан. Орташа дауыспен. Аятта айтылып жатқан нәрсенің біреуі Алланың сауабынан, Алланың рахымынан үміт етіп отырып сұрау керек. Және Алланың тозақта болатын азабынан сақтана отырып дұға ету керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді басқа бір хадисінде: "Ад-дуау хуал ибада." Дұға нағыз құлшылық. Біз намаз оқып жүрміз ба? Оқып жүрміз, әлхамдулилла. Ораза ұстап жүрміз. Шамамыз жеткен кісі қажылыққа барып жүр. Шамамыз жеткен кісі зекет беріп жүр. Әртүрлі жәрдем беріп жүр. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп жатыр? Дұға нағыз құлшылық деп айтып жатыр. Нағыз құлшылық ол дұға деп жатыр. Бұл хадиске түсінік берген ғалымдарымыз былай дейді: пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның былай айтуының себебі, дұға нағыз құлшылық деп айтуының себебі, пенде тек дұға еткен кезде ғана өзінің Раббысына шынайы не істейді? Шынайы Раббысына мойындап сұрайды. Өзінің құл екендігін сезінеді. Өзінің еш нәрсеге шамасы жетпейтіндігін біледі. Әйтпесе дұға етпей-ақ өзінің сұраған нәрсесіне қол жеткізбей ме? Мәселен, сен керемет болсаң, қыз емес, онда ұл сұра, ұл жасап ал.
Біреудің үйінде кім не көп болады? Қыз көп болады. Ұл болмайды. Керемет болсаң, онда ұл жасап ал. Кейде біреудің мүлдем бала нәсіп етпейді Алла. Керемет болсаң, бала сұрап ол, онда бала жасап ал. Сұрамай-ақ өзің жасап ал. Жоқ. Сіз құлдық бейнеңізге еніп, Алладан сұраған кезде Алла сол халіңізді жақсы көреді сізді. Әлге тек дұғада ғана құл өзінің, пенде өзінің құлдық бейнесіне кіреді екен. Ғалымдар сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өстіп айтқан дейді. Ад-дуа хуа ибада. Дұға нағыз құлшылық деп. Себебі намаз оқып тұрған кезде біз Алланың ұлылығын сезінбеуіміз мүмкін. Намазда тұрған кезде басқа бір нәрсені ойлап тұруымыз мүмкін. Үйдегі жағдайды, машинаның есігін жабылмағандығы, жұмыстағы бір шаруа, немесе тап осындай нәрсенің барлығы түгел намазда тұрғанда есіңізге түседі. Солай ма? Солай. Бірақ дұға етіп жатқанда осы нәрселер есіңізге түсе ма? Түспейді. Себебі шын сұрап жатсыз. Намазда басқада болуы мүмкін. Ойыңыздың басқа жерде болуы мүмкін. Бірақ дұғада сіз басқа жерде болмайсыз, сіз Алламен бірге боласыз. Өзіңіздің құл екеніңізді түсініп, Алламен бірге боласыз. Енді құрметті, біз жамағат, біз қазір дұғаның абзалдығы жайында айтып жатырмыз. Енді әрбір кісі, әрбір мұсылман пенде менің дұғам қабыл болсын десе, дұғаның шарттары бар. Дұғаның шарттары бар. Ең әуелгісі ықылас. Құл, пенде Алладан сұрап жатқан кезде ода ықылас болуы керек. Алла Құран кәрімде бұлай дейді: "Фадуллаха мухлисина лаху-дин." Аллаға мойынсынып, жалбарынып, ықылас көрсетіп сұраңдар. Мысалы, сізге бір адам келіп бір нәрсе сұраса, жай бір көмек сұраса, және бұны әшейін айтса тұрып, маған бір нәрсе берші десе, сіз не дейсіз? Ойлайсыз, бұл адам өтірікші ма? Бұл адам мені қайдан біледі? Бірнеше сауалды басыңа туа бастайды. Ал егер сізден келіп жалбарынып сұраса, сіз не дейсіз? Мынау шынымен не дейсіз? Мынау шынымен мұқтаж дейсіз. Себебі жүзінде не бар? Жүзінде соған деген мұқтаждық бар. Жүзінде, бетінде сол көрініп тұрады. Себебі мына тұрған біздің бетіміз үлкен бір әліппе. Сіз бетіңізге қарап отырып айтасыз, мына адам шынымен рас айтып тұр. Немесе не дейсіз? Мына адам, өз ішіңізден ойлайсыз, мына адам өтірік айтып тұр дейсіз. Дәл сол секілді Алла тағаладан сұраған кезде де сіздің дұғаңызда ықылас байқалуы тиіс. Ықылас болған кезде ғана Алла сізге сол нәрсені береді. Дұғаның екінші бір шарты бар, құрметті жамағат. Дұғаның қабыл болатындығына еш күмәніңіз болмау керек. Алла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді бір хадисінде: "Удуллаха ва антум муқинуна бил иджаба." Алладан сұраған кезде Алла бұл дұғамды қабыл етеді деп сеніңіздер еш күмәндарыңыз болмасын. Алла сұрағанды береді деп сұрау керек. Себебі сіз әшейін бір бастықтан сұрап тұрған жоқсыз, беруі мүмкін, бермеуі мүмкін деген. Жоқ, олай емес. Немесе сіз бір байдан сұрап тұрған жоқсыз, беруі мүмкін, бермеуі мүмкін. Жоқ. Сіз бүкіл әлемді жаратып, оның иесі болған, бүкіл мүліктің иесі болған Алладан сұрап тұрсыз. Оған сенің сұраған нәрсеңді беру түк емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады, Алла тағала құдси хадисте айтады деген: "Бүкіл адамзат пен жын бәрі жиналып бір жерге менен сұраса, қалағанын сұраса, сол сұраған нәрселері бар ғой, менің мүлкімнің, бір теңізге инені батырасыз ғой, теңізге батырып алып шыққан кезде инеге қанша су ілінеді? Қанша ілінеді? Ешнәрсе ілінбейді. Тек ине су болады. Соның бойына ілінгендей ғана мүлкімді кемітеді. Қараңыз, бүкіл адамзат, жын бәрі түгел жиналып алып сұраса. Демек, сіздің сұрағаныңыз
Ол үшін түк емес. Сіздің сұрағаныңыз ол үшін түк емес. Сондықтан еш күмәніңіз болмасын Алладан сұраған кезде. Алла сіздің сұрағаныңызды береді. Себебі Алла тағала айтады Құран кәрімде. Біреулер бізден дүние сұрайды дейді, біз о дүниесін береміз. Біреулер бізден ақырет сұрайды, ақыреттік амал сұрайды, біз оны да береміз. Бірақ дүние сұрағандарға біз ақыретте ешнәрсе бермейміз. Сол үшін күнделікті біз дұға еткенде не деп дұға етеміз? Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан. Алла, сен бізге, Раббымыз, мына дүниеде жақсылығыңды бер, игілігіңді нәсіп ет, ақыретте де бер, және бізді тозақ отынан сақта. Қып-қысқа дұғада бәрі сақталған. Мұсылман пенде тек дүние сұрамайды, ақыретінде сұрайды. Себебі мына дүниемен өмір тоқтамайды, біз ары қарай өтеміз. Біз солай деп сенеміз, иманымыз сондай. Демек, Алла тағаладан сұраған кезде, Алла тағала дұғаңызды қабыл ететінге еш күмәніңіз болмай сұрау керек. Дұғаның келесі бір шарты, құрметті жамағат, бекініп сұрау керек. Алладан сұраған кезде бекініп сұрау керек. Бекініп деген сөзді түсінесіз ба? Нақты сұрау керек. Бұлай деп дұға етуге болмайды. Сен қаласаң соны берші деп айтуға болмайды. Сен қаласаң соны берші. Алла тағалам, сен қаласаң маған бала нәсіп етші деп емес. Сен маған бала бер деп сұрау керек. Маған жақсы жар қаласаң нәсіп ет емес, жақсы жар берші деп сұрау керек. Жақсы жар бер деп сұрау керек. Біздің ғалымдарымыз айтады, сен дұға етуден жалықпа дейді. Сен дұға есігін қақпасын соғып тұра бер. Есік қашан ашылады білмеймін, бірақ ашылады. Бірақ сол есік ашылғанда сен сол жерде бол. Сенің тілеуің соған не қылсын? Сәйкес келсін есіктің ашылғанда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисіне былай дейді: "Ида да'a ахадукум фальязим фи дуа, ва ла яқул Аллахумма ин ши'та фа'атини." Сендердің араларынан біреу дұға сұраса, дұғасында нақты нәрсе айтсын. Бұлай деп айтпасын: "Ей Аллахым, уа Аллахым, қаласаң маған осыны берші" деп айтпасын. Қаласаң деген сөзді қоспаңыз. Сұрасаңыз, нақты сұраңыз, бер деп сұраңыз. Себебі ол сізге керек. Ол сізге керек. Сізге керек дүние болса, сіз оны нақты сұрауыңыз керек. Қаласаң, қаламасаң деген сөзді араластырудың қажеті жоқ. Келесі бір дұғаның шарты, құрметті жамағат, дұға еткен кезде, мұсылман пенде дұға жасайтын кезде, ғалымдарымыздың айтуы бойынша дәретті болуы керек. Дәретті болуы керек. Ең әуел. Себебі біз бір үлкен басшының алдына баратын болсақ, тазаланып барамыз ғой. Жуынып, шайынып барамыз. Жақсы киімімізді киіп барамыз. Дәл сол секілді, Алладан сұрауы бар кісі, сұрағысы келген кісі, дұға еткісі келген кісі, ең әуелі несі болу керек екен? Дәретті болған абзал. Екіншісі, Құдайдан тілек тілеген кісі, дұға сұраған кісі, құблаға қарап дұға етуі керек. Себебі құбла төрт тараптың ең хайырлысы. Себебі біз сол жаққа қарап не қыламыз? Намаз оқимыз. Дұғамызды сол жаққа қарап жасағанымыз абзал, құблаға қарап. Дұғаның келесі бір әдебі, дұға бастаған кезде ең әуелі Аллаға мадақ айту керек. Алланы ұлықтау керек. Алланы ұлықтау керек дегеніміз не? Әлхамдулиллахи раббил алемин деп айту. Немесе бұның қазақшасын, орысшасын, қай тілде тіліңіз келеді, сол тілде айтыңыз. Алла тағала сіздің тіліңізді түсінеді, себебі сол тілді жаратқан өзі.
Сол тілді жаратқан өзі түсінеді, еш күмәніңіз болмасын. Екінші талап, пайғамбарға салауат айтыңыз. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Пайғамбарға салауат айтыңыз. Күнделікті кәдімгі әттахияттан кейін оқып жүрген салауатыңызды айтыңыз. Бірінші мадақ айтасыз, кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтасыз. Кейін барып қалаған нәрсеңізді сұрайсыз. Егер бұлай жасайтын болсаңыз, сіздің дұғаңыздың қабыл болу ықтимал өте үлкен. Бір кісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітінде дұға етіп отыр екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оның жанына барып тыңдаған екен. Әлгі кісі былай деп дұға етіп жатыр дейді. Аллаға мадақ айтып, Алланы ұлықтап, пайғамбарға салауат айтып, кейін барып қалаған нәрсесін сұраған. Мұны көрген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: Айюхал мусалли уд'у туджаб ва сал ту'та. Ей пайғамбарға салауат айтушы, сен дұға ет, дұғаң міндетті түрде қабыл болады. Сен сұра, сұрағаның міндетті түрде беріледі. Демек, дәп осылай, осы тәртіппен жасайтын болсаңыз, дұғаңызды қабыл болатыны ықтимал үлкен. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дәл өстіп дұға жасап отқан кісіге не деген? Дұға ет, дұғаң қабыл болады, сұра, сұрағаның беріледі. Дұғаның келесі бір әдебі, құрметті жамағат, дұға еткен кезде сыбырлап емес, айқайлап емес, орта дауыспен дұға ету. Алла айтады: «Уд'у раббакум тадарруа ва хуфия». Сендер Раббыларыңды орташа дауыспен жалбарына сұраңдар. Бұл дұғаның да бір келесі бір әдебі. Дұғаның келесі бір әдебі жалбарына сұрау деп айттық. Алла тағала Құран кәрімде былай дейді: «Фалаула ид жаахум баъсуна тадаррау валакин қасат қулубукум ва зайяна лахум аш-шайтану ма кану яъмалун». Оларға біздің азабымыз келген сәтте, олар жалбарына сұраса, біз қабыл етер едік. Бірақ олардың жүрегі қатайып кетті. Және шайтан оларға өзінің істеп жатқан іс-әрекетін әдемі етіп көрсетіп қойды. Яғни шайтан олардың адасуын, күпірлігін дұрыс етіп көрсетіп, олар одан шыға алмады. Егер біздің азабымыз келген сәтте олар дұға етсе, жалбарынып, біз олардың дұғасын міндетті түрде қабыл етер едік. Бұл дұғаның келесі бір әдебі. Дұғаның келесі бір әдебі, құрметті жамағат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір хадисі бар: 3 мәрте қайталап сұрау керек. Тек бір мәрте емес, сұрайтын нәрсеңізді 3 рет сұрау керек. 3 рет қайталап сұрау керек. Бұл да сіздің дұғаңыздың қабыл болуына септігі тиетін нәрсе. Және дұға еткен кезде, құрметті мұсылман бауырлар, жамағат, қадірлі жамағат, Құдайға айтар ісіңіз болу керек. Аллаға айтар ісіңіз болу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір хадисі бар: сендерден бұрын ғұмыр кешкен бір дәуірде дейді, 3 кісі болды дейді. Сол 3 кісі сапарға шықты дейді. Сөйтіп, бұлар бір үңгірге келіп паналауға мәжбүр болды дейді. Бұл үшеу үңгірдің ішіне келген кезде, үңгірдің аузына үлкен бір тас түсті дейді. Тасты ары бері қозғалтып көрген жылжымайды. Үшеу үңгірдің ішінде отырып айтқан дейді: бізді бұл жерден құтқарса, Алла құтқарады. Тек Алла құтқарады. Сондықтан кім қандай жақсы, ізгі, сауапты іс істеген болса, соны айтып, соны себепші етіп Аллаға дұға етсін, бәлки Алла бізді құтқарар деп айтты. Сонымен әуелгісі сөз алды дейді, біріншісі: ей Аллахым, сен білесің, менің қартайған әке-шешем бар, бағып отқан. Мен әке-шешеме таңғы тамақ пен кешкі тамақты бүкіл қызметшілерімнің балаларынан бұрын беретінмін. Әке-шешемнің таңғы тамағы мен кешкі асын
қызметшілерімнен, балаларымнан бұрын беретінмін. Бір күні шөп керек болып, мен үйден ұзап кеттім. Ұзап кеттім үйден. Келсем, әке-шешем ұйықтап қалған екен. Кешкі асын әлі ішпеген екен. Мен кешкі асты, кешкі сиырдың сүтін саудырып, ыдысқа құйдырып, әке-шешемнің оянғанын басында күтіп отырдым. Бала шағам, қызметшім бәрі түгел шулап жәнінде жүр, аш. Таңға жақын әке-шешем оянды. Сол кезде кешкі астарын бердім. Сонан кейін қалған бала шағама бердім. Аллахым, осы істеген ісім сенің разылығың үшін екендігі белгілі ғой. Соның құрметіне мына қиыншылықтан бізді құтқар деп айтты. Құдайдың құдіретімен әлгі тас не қылған? Жылжыған. Екіншісі тұрып сөз алған. Алла, сен білесің, мен бір қызға ғашық болған едім. Сұмдық ғашық болған едім. Қызға ұсынысын жасадым, қыз ұсынысты қабыл етпеді. Бірақ қыздың басынан қиын жағдай болды. Ауыртпашылықтар келді. Сөйтіп менің алдыма келді. Мен оған өзімнің ойымды жүзеге асырмақшы болып 120 динар ұсындым. Оңаша қаламыз деп. Ол қиналып тұрғандықтан мен ұсынысымды қабыл етті. Қабыл еткен соң, оңаша қалып, мен оның үстіне мініп шаруамды істегелі жатқанда қыз маған айтты дейді. Алладан қорық деп айтты. Мөрді бұзсаң, ақысын беріп бұз. Мөрді бұзсаң деп тұрғаны, егер бұл істі жасайтын болсақ, некелеп дұрыстап істейік деп айтты. Аллахым, сен куәсің, мен сол әйелдің үстінен, маған сол әйелдердің ішінде ең сүйіктісі бола тұра, тұрып кеттім сенің разылығың үшін. Сол іс сенің разылығың үшін болған болса, мына істі, мына қиыншылықтан бізді құтқар деп айтты. Сөйтіп әлгі тас тағы қозғалды. Бірақ адам шығып кете алмайтындай қозғалған. Үшіншісі тұрып айтқан: Алла, сен білесің, мен бір іс бастаған едім. Сол бастаған ісіме жұмысшы алған едім. Сол жұмысшылардың еңбек ақысын уақыты келгенде берген едім. Тек ішінде біреу ғана өзінің еңбек ақысын алмай кетіп қалды. Кейін әлгінің еңбек ақысын алып, бөлектеп алып, айналымға салдым, оборотқа салдым дейді, саудаға салдым. Сөйтіп әлгі Құдайдың құдіретімен әлгі ақшаға береке кеп, ол не қылды? Көбейді. Мен оған бәленше құл сатып алдым, мал сатып алдым. Сөйтіп көбейді әлгінің ақшасы. Сөйтіп жүргенімде әлгі кісі келді дейді. Маған айтты дейді: Абдулла, Алланың құлы, менің ақымды бер, еңбек ақымды бер деп айтты. Мен айттым дейді: мына есіктің алдында қорада жүрген мал, қызметші, құл түгел барлығы сенікі деп айттым дейді. Ол маған айтты дейді: сен мені мазақ етіп тұрсың ба деп айтты. Мен айттым: жоқ, мазақ етіп тұрған жоқпын. Сенікі шынымен барлығы. Әлгі бүкіл малды алдына салып айдап әкетті дейді. Еш нәрсе қалдырған жоқ дейді. Түгел алдына салып әкетті. Малды да, қызметшінді бәрін түгел айдап кетті. Аллахым, осы істеген ісім сенің разылығың үшін болса, мына қиыншылықтан бізді құтқар деп айтты. Сөйтіп Құдайдың құдіретімен әлгі тас түгелдей жылжып, бұл үшеуі ары қарай сапарын жалғастырған екен дейді. Бұл хадисті біздің ғалымдарымыз айтады. Құдайдан дұға сұрау үшін, Құдайдан сұрар дұғаң, тілегің қабыл болу үшін Құдайға айтар назың болу керек. Құдайға жасалған бір ісің болу керек, Құдайдың разылығы үшін жасалған. Сен сонда ғана айта аласың: Аллахым, сенің разылығы үшін бәленше күні бір садақа берген едім, сенің разылығыңды ғана көздеп. Мен мынандай қиыншылыққа тап болып отырмын, сұрағанымды бер деп. Сұрасаңыз, Алла береді. Құдайға өткізген еш нәрсеміз жоқ. Сұрап атсаңыз, дұғаңыздың қабыл болуы, болмауы біраз нелеу? Қиындау.
Бірақ Алла разылығы үшін бір істі жасап, оны айтсаңыз, сіздікі міндетті түрде қабыл болады. Одан ешқандай күмәніңіз болмасын. Дұға қабыл болады, еш күмәндаңыз. Дұға туралы айтып отырмыз ғой. Адам алейхиссалам күнә жасаған, Алла тағала тыйым салған жемістен жеген. Кейін дұға еткен, Алла оның дұғасын қабыл еткен. Ибрахим пайғамбар бала сұрған, Алла оған Исхақты, Исмайылды берген. Алла Мұса пайғамбар перғауыннан теперіш көрген. Алла тағала оның перғауыннан құтқарған, өзінде қауымында. Иса алейхиссалам дұға еткен, Алла да Исаның да дұғасын қабыл еткен. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям да дұға еткен. Оқыңыз Құран кәрім тола пайғамбардың дұғаларына. Сондықтан, құрметті жамағат, Алла тағаладан дұға сұрағанда еш күмәндарыңыз болмасын. Алла тағала міндетті түрде дұғаларыңызды қабыл етеді. Бүгін еліміз үшін, жеріміз үшін, өздеріңіздің ағайын туыстарыңыз үшін дұға етіңіздер. Жасаған дұғалар тілектеріңізді Алла тағала қабыл етсін. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين الله أكبر آمين الله أكبر. Халықтығыла Құран кәрінде мынандай бір аят айтады: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Расында мен адамзатты, жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым дейді. Демек, біздің мына өмірге келуіміздегі бір мақсат Аллаға құлшылық жасау. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: «Ад-дуау мухул ибада». Дұға ол құлшылықтың мәйегі, негізі. Демек, құлшылық дұғасыз ол бос нәрсе болады. Дұға жасамаған пенде, Аллах тағала Құран кәрімде мынандай бір аят айтады: «Құл ма я'бау бикум Rabbi лаула дуаукум». Ей Мұхаммед, сен пенделерге айт, сендердің дұғаларың болмаса, Алла сендерді қалай бағалайды, қалай дәрежеге бөледі дейді. Демек, дұға жасаған пендемен дұға жасамайтын пенденің айырмашылығы бар. Сендердің дұғаларың болмаса, Алла сендерді қалай бағаласын деп дұғаны негізге басты шарт етіп қойған. Сондай тағалақтыла Құран кәрімде мынандай бір аят айтады: «Иза саалака ибади анни фа инни қариб, уджибу да'ватад да'i иза да'ан, фальястаджибу ли ва ли'мину би ла'аллахум яршудун». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сахабалар келіп, Алламыз қайда біздің деп сұрайды екен да. Сонда Аллах тағаладан сондай бір аят түседі екен: «Ей Мұхаммед, айт, арасында менің пенделерім сенен мен жайлы сұрайтын болса, онда мен жақынмын. Тілек тілегеннің дұғасын қабыл етемін. Менің әміріне, менің бұйрығыма жауап берсін, маған иман келтіріп сенсін, мүмкін олар тура жол табар» дейді. Демек, дұғаның Аллах тағала осы Құранда айтып тұр: менен сұраса, демек мен жақынмын, мен жайлы сұраса, мен жақынмын. Дұға тілеушінің дұғасын қабыл етемін. Тағы бір басқа аятта Аллах тағала Ғафир сүресінде айтады: «Удуни астаджиб лакум». Маған дұға жасаңдар,
мен сендерге жауап беремін дейді. Жауап беремін. Демек, Алла Тағаланың жауап беру мен қабыл етудің айырмашылығы бар. Кейбіріміз Аллах Тағалаға дұға жасаймыз. Осы аятқа кейбір бауырларымыз түсінбейді. Алла айтып тұр ғой жауап беремін деп. Мен қаншама дұға жасадым. Қайда қабыл болғаны? Бірақ Алла Тағала үлкен мәнмен айтады. Құран кәрімде қандай бір сөз айтатын болса, Аллах Тағала араб тілінде бір етістіктің қаншама мағынасы бар, бір сөздің қаншама терең мағынасы бар. Демек, Алла Тағала өрде қабыл етемін деген жоқ, жауап беремін деді. Демек, дұғаңыз қабыл болмай жатса, сіз неге қабыл болмай жатыр деп айтпаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде былай дейді: "Ма мин муслимин ядуллаха бидуаин, лайса фихи исмун вала қатиату рахимин, аътаху Аллаху ихда саласин биха." Қандай да бір мұсылман Алладан дұға жасайтын болса, және де сол дұға жасаған кезде ол үлкен күнә жасамай, туыстық қатынасты үзбеген болса, туыстарымен жақсы болған болса, сол дұға жасаған кезде, онда Аллах Тағала ол дұғасына үш нәрсенің бірімен жауап береді дейді. Не ол дұғасына осы дүниеде сол дұғасын сұраған нәрсесін береді, не оның дұғасын ақиретке қалдырып, оның сауабын береді, немесе оның осы дүниедегі сол дұғасына сәйкес шамасында күнәсін кешіреді дейді. Демек, сіз дұға жасайтын болсаңыз, қабыл болмай жататын болса, оны сізге Аллах Тағала ақиретке қалдырып деген сөз. Немесе күнәңізді кешірді деген сөз. Міне Аллах Тағала Құран кәрімде жауап беремін дегені сол. Сондықтан дұға жасаған кезде асығыстық танытып, олай Аллах Тағалаға шағым айтудың негізі жоқ. Және де дұға жасаған болсаңыз, үлкен күнә жасап, және туған туысқандарыңызбен араласпаған болсаңыз, сөйтіп дұға жасап қабыл болмай жатса, онда сіз дұға қабыл болмайды. Неге қабыл болмады деп асығыс танытпаңыз. Өйткені сіздің күнәңіз бар. Екіншіден, туыстық қатынасты үзгеніңіз. Дұғаның адам баласы, мұсылман баласының өміріндегі ол дуа, ад-дуа аймадун. Дұға деген ол қорған, мұсылманның қорғаны. Сондықтан кейбіріміз дұға жасаймыз, бірақ Аллах Тағала неге бермеді деп налимыз. Бірақ біздің өзімізге жақсы деп есептеген нәрсеміз бізге қайырсыз болуы мүмкін, жаман болуы мүмкін. Бізді жаман деп есептеген нәрсеміз, жек көрген нәрсеміз бізге қайырлы болуы мүмкін. Аллах Тағала Құран кәрімде соған қатысты мынандай аят айтады: "Вааса ан такраху шай'ан ва хуа хайрун лакум, вааса ан тухиббу шай'ан ва хуа шаррун лакум, валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун." Сендердің жақсы деп есептеген нәрселерін сендер үшін жаман болуы мүмкін. Сендердің жек көрген нәрселерін сендер үшін қайырлы болуы мүмкін дейді. Аллах Тағала біледі, сендер білмейсіңдер дейді. Демек, нақты нүктесін қойып айтып жатыр Аллах Тағала. Сендер білмейсіңдер, Алла біледі дейді. Демек, біз үшін Алла қайырлы, қайырсызын біледі. Аллах Тағала біреуге дәулет, байлық беруі мүмкін, бірақ соған лайықты, қайырлы. Өйткені ол адамнан байлығын алып қоятын болса, оның діні әлсірейді. Сонда дәулетті, ауқатты адамдар бар, Аллах Тағала береді. Ол жұмарттығын жасайды сонымен қоса. Аллах Тағала бірақ одан дүниесін алып қоятын болса, оның діні әлсіреп кетеді. Сондықтан Аллах Тағала оған байлығын қойып қояды, алмайды. Сондай бір кедейлер бар.
Аллах тағала оған байлық беретін болса, ол күпірлік етеді, Аллаға қарсы шығады, сарандық жасайды, одан сайын күнәға батады. Бірақ Аллах тағала қайырлысын біліп тұр оған, кедейлік қайырлы оған. Аллах тағала уақыты келгенде иншалла барлығын реттейді өзі. Сондықтан біз шешім қабылдаған кезде асығыстық жасамау керекпіз. Аллах тағала ненің жақсы, ненің жаман екенін Алла толық білуші. Алим, барлығын білуші Аллах тағала. Хаким, өте дана. Сондықтан дұға жасау ол мұсылманның парызы, міндеті. Аллах тағала Құран кәрімде айтады: «Инналлазина ястакбируна мин айбадати сайадхулуна джаханнама дахирин». Қандай да бір пенде тәкаппарлық жасап, маған құлшылық етуден, дұға жасаудан бас тартатын болса, ол қор болған халде жаханнамның отына, тозақтың отына кіреді дейді. Демек, осындағы аятты ғалымдар тәпсірлейді. Бұл жердегі ғибадаттан тәкаппарланғандар дегеніміз дұғадан тәкаппарланғандар, дұға жасауға ерінгендер деген аятты тәпсірлейді Аллах тағала, тәпсіршілер. Сондай-ақ дұғаның шарттары бар. Дұға жасаған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Бәдір шайқасында әбден әскерлерін дайындап, жасақтарын жасап, қамданып, барлығын дайындап, бірақ алақан жайып дұға жасаған. Демек, дұғаның шартының бірі, сіз іс әрекет жасау керексіз да. Құралақан жайып, Алладан дұға жасау бекерлік. Адамда өзінің әрекеті болу керек, артында сенетін нәрсесі болу керек. Я Аллах тағалам, осы менің жақсылық істерім үшін, осы әрекетім үшін менің дұғамды қабыл ет деген секілді. Ал енді ешқандай тәуекел жасамай, ешқандай тер төкпей, ол бекерлік. Али ибн Аби Талиб деген сахабаны білесіздер. Пайғамбарымыздың халифасы саллаллаху алейхи вассаламнан Али ибн Аби Талиб айтады: жәннатты ешқандай тер төгусіз, құлшылық жасамай қалау дейді, талап ету, ол барып тұрған күнә дейді да. Демек, тер төгу керексіз, одан кейін барып Алладан сұрау керексіз. Дұғаның шарттарының бірі осы. Екіншіден, дұғаның шарты, Аллах тағала Құран кәрімде айтады: «Фадуллаха мухлисина», Алладан ықыласты, шынайы ықыласпен дұға жасаңдар дейді. Әйтеуір уақыты келе салды, жұмыстың арасында, әйтеуір қол босай салған кезде дұға жасаймын деген бекерлік ол. Аллаға дұға жасау үшін арнайы уақыттарыңызды бөлу керексіздер. Шын ықыласпен, жүрекпен. Аллах тағала айтады ғой Құран кәрімде: «Насияллаха фаансахум». Олар Алланы ұмытты, Алла оларды ұмытты. Демек, басыңызға қиыншылық түскенде ғана дұға етсеңіз, ол болмайды. Мүмін, мұсылман бақытты кезде де, бақытсыз кезде, бай кезде де, кедей кезде бір қалыпта болу керек. Демек, сіз басыңызға қиыншылық түскен кезде ғана Алладан дұға етсеңіз, ол болмайды. Демек, шын ықыласпен өз уақытында дұға жасау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: «Ва'ламу анналлаха ла ястаджибу дуаан мин қалбин ғафилин лахин». Біліңдер дейді, Аллах несі айтады, біліңдер, арасында Аллах тағала ғапылдықта болған, мұңсыз, әйтеуір бейжай жасалған жүректен дұғаны қабыл етпейді дейді. Оған арнайы бір ниет керек дұға үшін.
Тағы да дұғаның шарттарының бірі құбылаға жасап, құбылаға қарау, құбылаға қарап дұға жасап. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жабир ибн Абдулла деген сахаба білесіздер, сол кісіден жеткен мынандай бір хадис бар. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالموقف بعرفة الموقف بعرفة واستقبل القبلة فيدعو حتى غربت الشمس. Алла елшісі қажылық кезінде Арафада бір тұратын жерге келіп, құбылаға қарап, күн батқанға шейін дұға жасайды дейді. Күн батқанға дейін дұға жасайды. Демек, осы хадисте пайғамбарымыздың құбылаға қарап дұға жасаған белгілі. Ол да бір дұғаның шарттарының бірі. Төртінші шарты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дұға жасаған кезде бетін сипағаны. Ол да бір хадиспен дәлелі бар. Ибн Масудтан жеткен мынандай бір хадис бар. Канна Расулуллаху алейхи вассалам иза рафа ядайхи фи дуаи лам яхуттахума хатта ямсаха бихима ваджхаху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабасы Ибн Абдулла ибн Масуд айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға жасаған кезде қолын бетін сипамастан жерге түсірмейтін еді дейді. Осы хадиске сүйене отырып, дұға жасағаннан кейін міндетті түрде бетіңізді сипау ол дұғаның шарттарының бірі. Бір кішіпейілдіктің бір белгісі болып саналады. Дұғаның шарттарының бірі. Және де белгілі бір уақыттарда, белгілі мекендерде дұға жасау, ол да дұғаның қабыл болуына бір септік болады. Пайғамбарымыз хадисінде айтады: "Ма aqrabu ma yakunu al-abdu wa huwa sajidun." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: пенде Раббысына, Алласына ең жақын болатын сәт ол сәждеде жасаған дұғасы дейді. Яғни намазымызда сәжде жасайтын болсақ, сол сәждеде дұғаны көбірек жасайық. Фааксиру дуа дейді, дұғаны сонда көбірек жасаңдар дейді. Кейбір сондай бір Аллаға бекем тақуа пенделер бар, сәждеде жатып алады. Неге деп ойласаңыздар, ол Аллаға деген дұғасын жасап жатады сол сәждеде. Сол сәжде уақыты, сонымен қоса дұғаның қабыл болатын уақыттарының бірі азан мен қаматтың арасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ад-дуа ла юрадду байнал азан вал иқама." Дұға азан мен қаматтың арасында қайтарылмайды, әлбетте қабыл болады дейді. Сондықтан осы шарттарды бізге біліп барып дұға жасаған абзал. Сонымен қатар Алладан ғана сұрау. Дұға жасаған кезде Алладан ғана сұрайды. Басқа әулие әмбие емес, әруақтардан емес, Алладан сұрау. Өйткені Аллах Тағала Құран кәрімде айтады: "Вала тадъу мин дуниллахи ма ла янфаука ва ла ядуррука." Мекке қаласында сондай мүшриктер болады, сол кезде түскен аят қой. Ол аят мүмкін қазіргі уақытқа шейін жүреді. Саған не пайда тигізбейтін, не зиян келтіре алмайтын пұттардан сұрамай, Алладан ғана сұра дейді дұғаны. Демек, Аллаға серік қоспау мәселесі берді дұға жасаған кезде. Тек қана Алладан сұрау. Сонымен қатар Алланың көркем есімдерін қосу. Алланың 99 есімі бар білесіздер. "Валиллахил асмаул хусна фадъуху биха" дейді. Аллах Тағала Құран кәрімде айтады: Алла Тағаланың көркем есімдері бар. Сол көркем есімдері арқылы дұға жасаңдар дейді Аллах Тағала. Демек бұйырып жатыр Аллах Тағала бізге. Осы бұйрық арқылы бізге дұғамызда Алланың көркем есімдерін қосып дұға жасау бізге міндет болады. Мысалы,
ғафур деген сипаты бар Аллах тағаланың, кешірімді. Демек, дұға жасағанда Алладан кешірім сұрасаңыз, ғафур сипатын есімін дұғаңызға қосып дұға жасаңыз. Демек, Аллах тағала сіздің дұғаңыздың қабыл болуына бұл бір септігін тигізеді. Осындай бір дұғаның үлкен бір шарттар бар. Сондықтан дұғаңды да бір рет қана жасап қоймай, 3 реттен қайталау. Ол да пайғамбарымыздың сүннеті. Абдулла ибн Масғуд жеткізген хадисте пайғамбарымыздың былай істеген айтады: Кана Расулуллаху саллаллаху алейхи ва саллам иза саала саласан ва иза да'a саласан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам дұға жасаған кезде 3 мәрте дұға жасайтын еді, және бір нәрсені сұрайтын болса 3 мәртеден жасайтын еді, сұрайтын еді деген хадис бар. Бұл да бір хадиске амал етуіміз, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне еруіміз болып есептеледі. Сондай дұғаның уақыттары бар. Бүгін жұма қасиетті күн, Аллаға шүкір. Сондай бір жұмада бір сәт бар дейді. Фи яумил жумати саатун ла ясалуллаха ахадун фиха шайан илля а'тахуллаху ияху дейді. Жұма күнінде сондай бір сағат бар дейді, сәт бар. Қандай да бір пенде сол уақытта намаз оқитын болса, және сол намазда дұға жасайтын болса, Алла тағала оның жасаған дұғасын, тілегін міндетті түрде оған береді дейді. Міндетті түрде. Демек, жұма тек қана бұл осы бесін уақытымен ғана шектелмейді ол. Жұма кеше күннің асырынан кейін басталды. Бүгінгі күнге асырға дейінгі уақыт. Осы аралықта сондай бір сәт бар. Соны сіздер таба білу керексіздер. Оны табу үшін не істеу керек? Бір күн бойы құлшылықпен өткізу керек. Аптасына бір рет келетін күн жұма күні. Сол сәтті табайыншы, Алланың разалығын алайыншы, дұғамды қабыл етсін деп, сол сәтті табуға тырысыңыздар. Тек қана жұма намазына келіп қоймай, дұғаңызды үйде де, жүрген жеріңізде жасаңыздар. Өйткені айтып тұр ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сондай бір сәт бар, дұға ол уақытта еш қайтарылмайды дейді. Дұғаның осындай бір шарттар бар. Дұға жасаудың өзінің міндеттері. Сондықтан дұғамызды ешқашан жалықпай, сонымен қатар дұғаның қабыл болуына сондай бір шарттар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айту. Пайғамбарымыз хадисінде былай дейді: Мән салла алейя салатан саллаллаху алейхи биха ашран. Кімде-кім маған бір салават айтатын болса, Алла тағала оған 10 салават айтады дейді. Тағы бір басқа хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Абхалун наси ман зукирту индаху ман лам юсалли алейя. Адамдардың ең сараны дейді. Саран деген кім деп сұрап қоятын болсақ, яғни кім? Дүниесі бар бола тұра мал мүлкін жұмсамаған деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: адамдардың ең сараны менің атым аталған кезде маған салауат айтпаған дейді. Саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни әрбір мұсылманның парызы пайғамбарымыздың аты саллаллаху алейхи ва саллям естілген кезде, айтылған кезде оған барынша салауат айту. Егер сіз салауат айтпаған болсаңыз, бұл дүниедегі ең сарам адам болғаныңыз сонда. Өйткені Құран кәрімде Аллах тағала айтады: Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Расында Аллах тағала періштелер Алланың елшісіне, пайғамбарымызға салауат айтады. Ей иман келтіргендер, Аллаға сенгендер, Алланың елшісіне салауаттар жолдап, сәлемдер айтыңдар дейді. Демек, бұйрық ол. Аллах тағала Құран кәрімде
бұйырып айтып тұр ма? Демек ол мұсылманға, мүміндерге ол парыз, міндет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ат естілген кезде салауат айту. Сондықтан осындай шарттармен біздің дұғамыз қабыл болмақта. Ең бірінші шарты, дұға жасаған кезде Аллаға мадақ айтумен бастау. Мадақ айту, мақтау айту. Дұға мухул айбада, тағы да айтамыз, құлшылықтың мәйегі. Тек қана намазды оқумен құлшылық шектелмейді. Дұғаны жасау арқылы оған қосымша дұға құлықтырады. Өйткені дұға мұсылманның қорғаны, тағы айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұға жасаудан өмірінде ешқашан шаршамайды. Алладан кешірім сұрауды шаршамайды. Алла елші айтады: «Инни астағфируллаха фи яумин миата марра» дейді. Расында мен Аллах Тағаладан күніне 100 мәрте кешірім сұраймын дейді. Кейбір хадистерде 80 мәрте кешірім сұраймын деп айтады. Демек, кешірім Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сонда жәннатпен сүйіншілеген, жәннаттықсың деп оған айтылған. Бірақ сонда да ол кешірімді тоқтатпаған, намаздан жалықпаған, аяқтары, көздері іскенше түнімен намаз оқыған. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әйелдерінің бірі сұрайды екен: «Я Алланың елшісі, сен жәннатпен сүйіншіленгенсің ғой, осынша өзіңді қинайсың, неге сен бір жат демалмайсың?» деген кезде, мен шүкіршілік ететін құлдардан болмаймын ба деген екен. Демек, жәннатпен сүйіншіленіп болған, бірақ сонда да тоқтамай құлшылық жасайды, Алладан кешірім сұрайды. Ал біз 5 уақыт намаз оқып, өзіміздің оқығанымызға бір масаттанып қаламыз. Бүкіл нәрсені тындырғанымыз секілді да. Бірақ одан да маңызды нәрселер бар. Намаздан бөлек дұға бар, Алладан кешірім сұрау бар, тәубе ету бар. Тәубе ет, Аллах Тағала тәубе етуді жаратқан, тәубе деген нәрсені жаратқан. Оған да біз шүкіршілік ету керекпіз. Егер де тәубені жаратпаған кезде, әрбіріміз, осы отырған әрбіріміз күнәдан сасып, тозақтық болар едік. Бірақ Аллах Тағаланың бізге мүмкіншілік береді. Құлым тәубе етсін. Күнә жасайсыз, тәубе етіңіз, кешірім сұраңыз. Одан кейін қайттан күнә жасайсыз, тәубе етесіз. Бірақ тәубенің қабыл болу шарттарын білесіз бе? Тәубенің қабыл болу үшін тәубе жасаған кезде сол жасаған күнәңізді екінші мәрте істемейтіндей, қайталамайтындай ниет қылып, шын жүрекпен жасау. Сонда ғана сіздің дұғаңыз қабыл етіледі. Және де Аллаға тәуекел етуді қалдырмау керек. Өйткені тәуекел мұсылманның бір қорғаны. Яғни тәуекел жасалған адам ғана өзінің жетістігіне жетеді. Аллаға ешқандай әрекет жасамай, құлшылық жасамай тәуекел ету бекерлік. Бірінші әрекетіңіз жасаңыз, одан кейін барып тәуекелге бел байлағаныңыз дұрыс. Сондықтан Аллах Тағала құлшылықтарымызда, ғибадаттарымызда, дұғамызды ұмытпауымызды, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтпауымызды нәсіп етсін иншалла. Баршаңыздың Аллах Тағала дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Ассаламу алейкум. Бүгінгі тақырыбымыз дұға жайлы болмақ. Алла Тағаладан тілек тілеу жайында. Бұл дұға дегеннің өзі дауат сөзінен шыққан. Дұға дейміз қазақ тілінде де, шақыру, тілеу деген мағыналарға келеді. Бұл дұғаның адамның өмірінде маңыздылығы. Расында адам баласы
жаратылғаннан кейін өзінің табиғатында Алла тағаладан тілеу деген бір өзінің табиғатында бар қасиет. Ал егер адам баласы сенімі дұрыс болмаса, күш құдіреттің баршасы бір Алла тағалада деп сенбейтін болса, я болмаса сенімінде бір қателік бар болатын болса, адам көрінген нәрседен жәрдем сұрап кетеді. Қол жайып, кез келген жерде бір әулие талы екен, басқа екен, анау екен, мынау екен деп, адам жаңа қол жайып тілек дұғада болып кетеді бірден. Соның үшін ислам діні тек қана Алла тағаладан тілеу керек екендігін келтірген. Алла тағала, білесіздер, Құран Кәрімдегі теңізде жүрген адамдар жайында хабар береді. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Олар теңіздің бетіне кемемен шыққан уақыттарында Алла тағалаға ықыласты түрде дұға қылады дейді. Өзіңіз ойлап көріңіз, теңіздің бетіндесіз. Оң жақ, сол жағыңызға, алдыңызға, артыңызға қарасаңыз баршасы қара түнек су. Жаға көрінбейді ешқандай. Адам баласы мүмкін емес қараса бір дауыл ұрып кемені теңселте бастады. Адам мүмкін емес дейді бұндайда. Бір құтқарушы бар деп Алла тағалаға бірден алақанын жайып дұға қыла бастайды. لَإِنْ أَنْجَانَ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Егер біз осыдан құтқаратын болсаң, біз шүкір етеміз дейді. Қазақша айтқанда бір мал құдай деп бірден атайды. Бірақ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ дейді. Бірақтан оларды жағаға шығарған кезде аман есен бірден Алла тағалаға ортақ қоса бастайды дейді. Осы Аллаға ортақ қосады деген жерін алған кезде тәпсірлегенде ғалымдарымыз айтады, кемеміздің мықтылығынан құтылдық деген секілді басқа әңгімелерге бұрайды дейді. Алла тағаланың құтқарғандығын, Алланың нығметін еске алмастан кемесіне, я болмаса жолдағы көлігіне сенеді деген сияқты. Жолда қалып кеткен адам да сол ғой. Егер көлігі оталмай тұрып, кейін оталып кеткен болса, басып едім оталып кетті, бір Құдайдың кеңшілігі деп айтпайды. Адам көлігімнің мықтылығынан деуі мүмкін, я басқа теңейді. Соның үшін күш құдіреттің баршасы Алла тағаладан екендігін білу керек екенін Алла тағала Құранда ескерткен. Уд'у раббакум тадарруан ва хуфия иннаху ла юхиббул му'тадин. Раббыларыңа жалбарына отырып іштей дұға қылыңдар, өйткені ол шектен шыққандар жақсы көрмейді дейді. Осы аятта дұғаны жалбарына отырып іштей жасау керек екендігін алға тартқан Алла тағаланың өзі. Негізгі дұғаның іштей жасалғандығын, ең қатты шыққан даусының өзі естейтіндей дәрежеде дұға жасағаны ең жақсысы. Және жалбарына отырып, шынайы тілектің қабыл болатындығына сене отырып дұға жасау керек. Алла тағала шектен шыққандар жақсы көрмейді деген жалғасында аяттың осын тәпсірлеген уақытта ғалымдар түрлі мағына берген. Дауыстап, айқайлап дұға қылуды кіргізгендер бар болған. Жоқ деген бұл кірмейді деп, басқалары шектен шығу дегенге мына мағынаны берген. Алла тағаланың қойған шегінен шығу деген мағынаны бергенде, бұл шек қандай деген кезде Алланың рұқсат бермеген адамдарына дұға жасау деген. Мысалға, Аллаға қарсы болған күйде өлген адам, анық ол қарсы екендігі, кәпір күйінде өлді. Бұл адамға дұға жасау дұрыс емес екендігі. Алла осындай шектен шыққандар жақсы көрмейді деген. Кәпір күйінде өлген болса да оған дұға қылып жатса, ол шектен шығу болады. Мысалға, Ибрахим пайғамбар өзінің әкесін дінге шақырған уақытында әкесі оған қарсы болған. Егер сен менің айтқанымды істемейтін болсаң, мен сен таспен ұрып өлтіремін дейді. Сонда сәламун алейк дейді, саған сәлем, есендік болсын. Сәстағфиру лака робби, Раббымнан саған кешірім сұраймын дейді. Сонда бірақ сол дұғасын жасап жүріп, қайтыс болғаннан кейін де дұғасын жасайды. Бірақ Алла тағала Ибрахим пайғамбарға хабарын береді, ол Алла тағалаға қарсы болған күйде өлді Раббыңа деп хабарын бергеннен кейін табарра минху дейді, одан ұзақ болды дейді. Яғни әкесіне дұға қылуын тоқтатқан дейді. Шектен шығу деген осы дейді, кәпір адамдарға дұға қылу дейді. Соның үшін дұға, тілек, Алланың кешірімі мұсылман адамға жасалатындығы. Оны ұмытпауымыз керек. Осы шектен шықпай дұрыс дұға қылу болып есептеледі. Енді бұл дұғаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ад-дуа хуал ибада деген, дұға ғибадат деп айтқан.
Қалай дұға ғибадат болады? Өйткені адам алақан жайып, өзін әлсіз деп сезініп, алдындағы тұрған нәрсені күшті деп сезініп, соның алдына қолын жайған үшін бұл ғибадат болып есептеледі. Ғибадаттың негізі дұға. Негізі дұға болғандықтан дұғаны ғибадат деп айтқан. Сіздер көрмейсіздер ме? Алла тағала Құран Кәримде мушриктер жайында айтқанда, яғни Аллаға ортақ қосқандар жайында айтқанда, «Валлазина яд'уна мин дунилла» дейді. Алладан өзгеден тілек тілегендер дейді. Алладан басқадан тілек тілегендер. Олар ғибадат қылып жатқан үкімінде болады, мушриктердің үкіміне кіргізген. Ислам дініміз сон үшін тек қана бір Аллаға ғана дұға жасалады, бір Аллаға ғана құлшылық жасалатындығын бекіткен. Бір күні Ибн Аббас айтады: мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның артында едім деген. Бірақ артында дегенде хадистің шархын көрсеңіз, есекке мінгесіп келе жатқан екен артында. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: «Я гулам, инни уаллимука калимат» дейді. Ей балақай, мен саған сөздер үйретейін дейді. «Ихфазиллаха яхфазка». Алланы есіңде сақта, Алла да сені сақтайды. «Ихфазиллаха таджидуху туджахак». Әрдайым Алланы есіңде сақта, Алла алдыңнан шығады үнемі дейді. Яғни ісіңе жәрдемші болады. «Иза ста'анта фастa'ин билла, иза сa'алта фас'алилла». Сыйынсаң Аллаға сыйын, сұрасаң Алладан сұра дейді. Осындай сөздерді үйретті дейді Ибн Аббастың өзі. Яғни Алла тағаладан ғана тілеудің маңыздылығы. Алла тағала Құран Кәримде Нахл сүресінің 20-шы аятында айтады: «Валлазина яд'уна мин дуниллахи ла яхлуқуна шай'ан ва хум юхлақун». Алладан өзгеден тілек тілеп жүргендердің, тілеп жатқан нәрселері, олар жаратылған, ешқандай жарата алмайды дейді. Яғни шипа сұрасаңыз сізге шипа бере алмайды, шипаны жаратып бере алмайды деген сөз. «Ва хум юхлақун» дейді, өздері жаратылған. «Амуатун гайру ахия», өліп қалған, тірі емес. «Вама яшуруна айяна юбасун», қашан тірілетіндіктерін де сезбейді дейді. Өзіңіз сияқты бір жаратылыс деген сөз. Оның алдына барып бас иіп, одан тілек тілеудің қажеті жоқ деген. Тілекті тілейтін болсаңыз, мәңгілік тірі болған, ешқашан өлмейтін бір Алладан ғана тілеу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні бір хадисін айтады: «Инна Аллаха та'аля тайибун, ла яхвалу илля тайибан». Алла тағаланың өзі көркем және көркем нәрселерді қабыл етеді дейді. Ең таза болған, жақсы нәрселерді қабыл етеді. Яғни құрбандық жасайтын болсаңыз да, садақа жасасаңыз да, Алла ризалығы үшін бір нәрсе істеген болсаңыз, таза істен істеу керек екендігі. Арамнан болғаннан емес. Алла тағала сондай нәрсені қабыл етеді деген. «Ва инна Аллаха амарал муъминина бима амара бихил мурсалин». Алла тағала пайғамбарларға не нәрсені әмір еткен болса, мұъминдерге де сол нәрсені әмір етті. «Я айюхар русул кулу мин тойибати ва амалу салиха». Ей пайғамбарлар, таза нәрседен жеңдер және салихалы амал істеңдер деп айтты дейді. Пайғамбарларға берілген әмір осы: таза нәрсені жеу, салихалы амал істеу. Ал мұъминдерге берілген әмір: «Я айюхаллазина аману кулу мин тойибати вашкуру лаху ин кунтум ияху та'будун». Ей мұъминдер, таза нәрседен жеңдер және Аллаға ғана құлшылық қылатын болсаңдар, оған шүкір етіңдер дейді. Осы аятта қарасаңыз, екеуіне де бір нәрсені әмір еткен дейді. Мұъминдер мен пайғамбарларға әмір етілген нәрсе таза нәрседен жеу және салихалы амал істеу. Шүкір ету де салихалы амалдан. Баршасы бір нәрседен, яғни пайғамбарларға әмір етілген нәрсе мұъминдерге де әмір етілгендігін баяндайды. Сөйтеді да рауи айтады, риуаят еткізіп жеткізіп жатқан кісі: «Ва закара ражуля» дейді, бір адамды еске алды дейді. «Ютилу сафар», ұзақ сапарларға шығып жүрген адам еді. «Ашғаса ағбар», шашы ұйпа-түйпасы шыққан, үсті басы шаң топырақ. «Ямудду ядайхи иля самаи я рабби», екі қолын аспанға қарай созып «Я раббым» деп дұға қылып жатыр дейді. «Мат'амуху харам», оның жегені харам еді. «Ва машрабуху харам», ішкені харам еді. «Ва малбасуху харам», дейді, кигені харам еді. «Ва гузия бил харам», осындай харам нәрсемен азықтанып жүрген еді. «Фа анна юстаджабу лах», оның дұғасы қайдан қабыл болсын деп айтты дейді. Осы хадисте ғалымдарымыз
дұғаның қабыл болуына себеп болатын шарттарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кетті дейді хадисте. Бұның біріншісі не екен? Италатус сафар, ұзақ сапарға шығу деген. Ұзақ сапарға шығу адамның тілек дұғасының қабыл болуына себеп болады. Сапарда жүрген адам көп тілек тілеу керек соның үшін. Бұның дәлелі ретінде салату дааватин мустажабатин ла шакка фихинна. Үш түрлі тілек дұға бар, бұлар міндетті түрде қабыл болады, оған ешқандай күмән жоқ дейді. Оның біріншісі дааватул мазлуми дейді. Зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасы. Ва дааватул мусафири, сапарға шыққанның дұғасы. Ва дааватул валиди аля валадихи деген. Әкесінің баласына жасаған дұғасы деген. Осы үш түрлі дұға міндетті түрде қабыл болады, ешқандай күмән жоқ деген. Осының ішінде сапардағы адамның айтылуының себебі мына италату сафар деген, ұзақ сапарға шығу дегенмен екеуі бірін-бірі қуаттайды. Біріншісі осы деген. Одан екіншісі ашғаса ва ағбар деген. Бұл ашғаса ағбара дегені шашының ұйпа-түйпасы шығып, үсті басын шаң басқан адам дейді. Бұл да адамның қор болып жүргендігі. Үсті басын түзеуге шамасы келмей, қор болып жүрген адамның, жолда қалып кеткен адамның, мұндайлардың да тілек дұғасы қабыл болады. Бұл екінші нәрсені көрсетеді. Бұған байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар: рубба ашғаса ағбар зиттимрайн мадфуун бил абваб лау ақсама аляллахи ла абаррахум. Бір адамдар бар, үсті басын шаң басқан, шаштары ұйпа-түйпасы шыққан, киімдері тозып кеткен, есіктерден қуылады дейді біреудің есігіне барған уақытында. Бірақ сол адам Алланың атымен ант ететін болса, Алла оның антын орындап береді деген міндетті түрде. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін Абу Бакр халифа болған. Сол Абу Бакрдың халифалық заманында Мусайлама деген бір өтірікші шыққан. Мен де пайғамбар болдым деп, маған уахи келді деп, өзін пайғамбар жариялаған. Сол адам мұсылмандар енді әскер жиналып келе жатқандықтан оған қашып Хадиқатул Маут деген жерге барып тығылған қамалдың ішіне. Сонда Бара ибн Азиб деген сахаби болады. Я болмаса Анас ибн Маликтің бауыры деп айтылады бұл кісіні. Бара ибн Малик деген кісі. Бұл Бара ибн Малик сол әскердің ішінде болған, мұсылмандардың әскерінің. Сонда Абу Бакр айтады: ей Бара дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осындай сөзі бар дейді. Үсті басын шаң басқан, шашы ипа-типа болған, киімдері тозған кейбір адамдар болады дейді. Олар бір нәрсеге ант ететін болса, Алла олардың антын орындайды деп айтқан. Мен сені солардың бірі деп ойлаймын дейді. Сен бір ант етші дейді. Сонда ол: валлахи бүгін біз жеңеміз дейді осы соғыста деп. Сөйтеді да өзі айтады: менің ішіне жаңағы қамалдың ішіне атып жіберіңдер дейді. Катапульта дейді ғой, от салып лақтыратын сол zaman. Соған салып лақтырыңдар ішке дейді. Я мен шейіт болам, я есікті ашам дейді. Екеуін біреуін жасаймын дейді. Лақтырыңдар ішке дейді. Ішке лақтырады, тура қамалдың жақын жеріне түсіп, ішіне бірден есікті ашып жібереді да, әскер кіріп сол жерді жаулап алған. Жаңа өтірікші пайғамбармын дегенді қолға түсірген еді сол жерде. Сөйтіп өлім жазасы берілген еді, өлтірілген еді. Соны қараңыз, осы кісіні Абу Бакр солардың бірінен деген. Осындай бір кісілер болады деген. Яғни шашының ұйпа-түйпасы шығып, киімі тозған ондай адамның да тілек дұғасы қабыл болатындығына байланысты осы хадис келеді. Үшіншісі мадду ядайхи иля сама дейді. Қолды аспанға қарай көтеру деген. Қол көтеру тілек дұғаның қабыл болуының себептерінің бірі. Бұл да әдептен әрі шарт деп айтқан. Бұл қол көтеруге байланысты айта кетейік, біраз түрлері бар бұның. Біріншісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның истисқа дұғасын жасаған кезінде. Истисқа деген жаңбыр тілеу. Тасаттық дейміз ғой. Осы тасаттық дұға тілеген еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бір күні құтпада тұрған уақытында бір бәдәуи келіп: я Расулалла, осындай малымыз қырылатын болды, шөл басты, жаңбыр жаумады деп жаңағы шағымданып келген уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екі қолын аспанға көтерді дейді. Сөйтті де Алла тағаладан тілек тіледі дейді. Сол тілеген уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолын қатты көтергендігі соншалықты мына қолтық жағының ағы көрінді дейді. Соншалық қол қатты көтерілді дейді. Бәдір соғысына да солай қатты қолын көтергендігінен басынан асырып көтерген.
сол уақытта шапаны түсіп кетті деген. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолын көтерген жоқ деп айтады. Яғни бұл хадисте көтерген жоқ дегені қолын сол дәрежеде қатты басынан да жоғары көтеріп бұлай дұға жасаған жоқ дейді. Бұл бір. Екіншісі, Аллаханы бетіне қарап тұрады, сырты Кағбаға қарайды дейді. Яғни қолын көтерген кезде бетіне дейін көтереді, Аллахан бетіне қарайды, қолдың сырты Кағбаға қарап тұрған еді дейді. Сонда бетіне дейін көтерген дәрежесі. Бұлай да дұға жасау болады, қолды көтеруге. Үшінші түрі бар, Аллахан аспанға қарайды, қолдың сырты жерге қарайды дейді. Яғни бұна дәрежеде. Аллахан аспанға қарап тұруға. Бұлай да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жасағанда бар. Бұл Абу Хурайрадан, Ибн Омардан, Ибн Сириннан риваят етіледі бұл хадис. Яғни қолды олай да жаюға болатындығы. Сосын төртінші бір түрі бар, сырты аспанға, Аллахан жерге қарайды дейді. Бұл қолды терісінен жаюға. Бізде теріс бата дейміз ғой. Соны айтқан. Бұны Хумайди деген ғалым кісі айтқан, «Хаза хуа фил ибтихал» деген. Бұл лағнет айтқан уақытта, қарғаған уақытта жасалады деген. Қолды теріс қаратып ұстау. Яғни біздің ата-бабаларымыз теріс батасын берем деп қолын жаяды ғой, теріс жаяды. Теріс батадан сақтану керек деген. Сол сүннетте бар емес, жоқ емес. Біреуге қарғыс тілейтін болса, лағнет айтатын болса, қолды терісінен жаю. Бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жасағандығы бар. Бұны бірақ ибтихал деген жаңағы. Міне, қолды жаюдың осындай төрт түрі айтылған, кез келгенмен жаюға болады. Яғни орынды болу керек әрқайсысы. Және тағы да бір дұғаның қабыл болуына себеп болатын нәрсе, «Я Рабби» деп дұға қылу. Жаңа кісіні айтқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екі қолын аспанға созып, «Я Рабби» деп дұға қылып жатыр деп еді ғой. Соны Раббым деген сөзді қолдану. Алла Тағаланың Рабб сипатын қолдану дейді, тілек тілеген уақытта. Бір күні Хасан Басриден келіп адамдар сұрайды. «Ей Хасан» дейді, «осы хадиске сен не дейсің? Ей Раббым деп айту дұрыс па?» дейді. Сонда «Ама тақрауна ал-Құран» дейді, «Сендер Құран оқымайсыңдар ма?» дейді. Сөйтеді, Құранның Раббым деп басталатын дұғасының баршасын санап шығады. Біздің күніге оқитын дұғамыз намазда да «Раббана атина фид дуния» деп басталады. «Раббана» деген сөз қолданады бірінші. «Раббана гфирли ва ли валидайя» дейміз. Раббыммен басталады. «Раббана иннака ман tudkhilin nar faqad akhzaytah» дейді. «Ей Раббым, сен кімді тозаққа кіргізсең қор қылдың» дегені. «Раббана ла тухаммилна ма ла тaqata lana bih» дейді. «Ей Раббым, біздің шамамыз жетпейтін жүкті бізге жүктеме» дейді. Қарасаңыз дұғаның баршасы Раббым дегенмен келеді. Яғни Алла Тағалаға дұға жасаған кезде Раббым деген сөз айту керек екендігі. Бұл да тілек дұғаның қабыл болуының бір себебі болады. Және соңында, хадистің соңында не деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Оның жегені харам еді, ішкені харам еді, кигені харам еді. Сол харам нәрсемен азықтанып жүрген еді дейді. Бұл деген сөз харам нәрсені емес, адалынан жеу, адал тамақ жеу тілек дұғаның қабыл болуына себеп болады. Мұсылман адам жеп отырған тамағының адал ма, арам ба екеніне мән беру керек. Адалын таңдау керек, арамынан қашу керек. Сонда тілек дұғасы қабыл болады. Сендер жалықпасаңдар, Алла Тағала жалықпайды дейді. Сіз дұға қылудан жалықпасаңыз, Алла Тағала қабыл етуден жалықпайды ешқандай. Одан кейін тағы бір түрі бар, намаз арқылы тілек дұға жасау. Сонда намаз арқылы жасалған тілек дұғаның қабыл болатындығы. Құран Кәримде «Истаину бис-сабри вас-салат» дейді. Сабыр етіп намазбен жәрдем сұраңдар дейді. Намаз арқылы. 2 рекат намаз оқыңызда, сол намаздың артынан тілек дұға жасаңыз, Алла Тағала намазыңызды қабыл еткені секілді тілек дұғаңызды да қабыл етеді. Суфиян Сауридің сөзі бар. Кімде-кім амалсыз дұға жасайтын болса, жебі жоқ садақпен атып жатқан сияқты деген. Садақтың жебі жоқ болатын болса, не сатылады? Сол сияқты жасаған дұғасына қарай амал етсін деген. Сонда тілек дұғасы қабыл болады деген. Енді бұл тілек дұғаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан уақытта былай дейді. Сендер асықпасаңдар, Алла Тағала қабыл етеді деген. Сонда сахабилер сұрайды: «Я Расулалла, асығу деген не дейді?» Сонда
мен Алладан тіледім, Алла қабыл етпеді deyip, тілемей қою дейді. Бір тілеңіз, екі тілеңіз, қайта тілеңіз. Тілек дұға ешқашан көп болмайды. Өйткені имам Ахмадтың риваятында мына нәрселер келеді. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Сендердің тілеген тілек дұғаларының 3 түрі бар дейді. 3-ке бөлінеді бұл дейді. Біріншісі, сіз қиналып Алла тағаладан тілеуіңіз мүмкін. Бір нәрсені сұрайсыз, Алла мына нәрсені маған бер деп. Алла тағала бірден қабыл етеді, сол нәрсеңізді береді дейді. Бұл бірінші түрі. Екіншісі, Алладан тілейсіз, Алла бұны сізге тілегіңізді бермейді, бірақ соның сауабын ақыретке қойып тұрады дейді. Ақыретте сізге үлкен сауап қылып береді. Көп тілесеңіз, тілеген сайын сауап жинала береді деген сөз сізге, ақыретке. Үшінші түрі бар, сіз тілейсіз, Алла сіздің ол тілеген нәрсеңізді бермейді, бірақ басыңызға келейін деп тұрған бәлені тоқтатады сол арқылы деген. Сіз білмейсіз ғой, қазір бір нәрсе тілеп жатырсыз Алладан. Бірақ сізге қазір бір сағаттан кейін басыңызға бір бәле келейін деп тұр. Алла Тағала сол бәлені алып тастайды басыңыздан деген. Яғни Алла Тағала сізге ненің хайырлы екендігін білгендігінен сіздің сұрағаныңыздың орнына басқа нәрсені басыңыздан жаманшылықты алып тастайды. Соның үшін адам, мұсылман адам тілек дұғаны көбейту керек. Көбейту керек. Оның бір рет тіледім, я болмаса кеше тіледім, бүгін тілемеймін деген нәрсе болмау керек. Күніге тілеу керек. Қайта Алла Тағаладан тілеу керек. Алла Тағала өзіне дұға қылған құлын жақсы көреді. Құран Кәрімде Фурқан сүресінің соңғы аятында Алла Тағала айтады: "Қул ма яъбау бикум рабби лаула дуаукум." Егер сендердің тілек дұғаларың болмаса, Алла Тағала сендерге не деп мән берсін дейді. Не деп мән берсін, сіздің тілек дұғаңыз жоқ. Тілек дұғаның маңызды екендігі. Енді тілек дұғаның қабыл болмауына себеп болатын кейбір істер бар. Бұл харамнан тамақ жеу деген. Жеп отырған тамағы арам болатын болса, бұл тілек дұғаның қабыл болуына кедергі болады деген. Имам Науауи Алланың бұл еркіндегі нәрсе, қаласа Алла Тағала бұны да қабыл етуі мүмкін деген ережеден тыс. Мысалға деп бұған дәлел ретінде Іблістің дұғасын айтқан. Ібліс не істеген еді? Алла Тағала оған адамға сәжде жаса деген кезде, мен одан хайырлымын, мені оттан жараттың, оны топырақтан жараттың, мен одан үстеммін деп бас име қойған еді. Алла Тағала оған шық кет деп қуалаған уақытында, Алла, маған қияметке дейін өмір бер деп тілек тіледі сол жерде. Қайта тірілетін күнге дейін өмір бер деп. Соған дейін рұқсат беріп тілеген кезде фа иннака минал мунзарин деген, сен тілегі қабыл болғандардансың. Бұл тілегің берілді сен. Кет деп қуып шыққан. Қияметке дейін шайтанның тірі болатындығы. Шайтанның айласы ол жерде қияметке дейін тірі болсам, соң қияметте қалып кетем, аман есен деген ойы бар еді негізі. Бірақ Алла Тағала оны қиямет күніне дейін біледі, қияметте жазалайтындығы. Сонда қараңыз, сол жерде Алла Тағала оның тілек дұғасын шайтандықын қабыл еткендігі үшін арам нәрсе жеп жүргендікінде қабыл етуі мүмкін деген. Сондай болуы ықтимал. Ал бірақ негізгі тілек дұғаның қабыл болуына себеп болатын нәрсе адалынан тамақ жеу. Және бұл нәрсе ішіп жеумен де емес, кигенге де байланысты. Киіп жүрген киіміңіз харам болатын болса да тілек дұғаңыз қабыл болмауы мүмкін. Алла Тағала бұны қабыл етпейді деген, өйткені кедергі болады сол нәрсе. Мысалға, арам киім деген қандай болады? Біріншіден әурет ашық жер болуы мүмкін. Әурет ашық тұратындай киім болатын болса, бұл харам киім болады. Киінген жалаңаш деген осы болады. Я болмаса, әурет жерді жабатын киім өзі адал киім еді, бірақ ұрлап алып кидіңіз. Я болмаса, біреудің аяқ киімін ұрлап кеттіңіз. Киіп жүрсіз, тілек дұғаңыз қайтып қабыл болады. Осынысы. Арам нәрседен сақтану керек, адам тілек дұғасы қабыл болу үшін. Бір күні бұрынғы Бану Исраил халқынан риваят етіліп айтылады хадистерде, Бану Исраил халқы Алла Тағалаға дұға қыла бастайды. Баршасы халық болып тілейді. Сонда Мұса пайғамбарға уахи келеді. Ей Мұса дейді, мына халқыңның, еліңнің тілеп жатқан тілек дұғасы менің ашуымды арттырғаннан басқа еш нәрсе емес дейді. Өйткені істеген істердің баршасы харам, үйлеріне жинап отырған азық түлігінің баршасы арам дейді. Менің ашуымды арттырмаса, мына тілектер басқа нәрсені арттырмайды деген.
Сонда қараңыз, Алла тағаланың разы болмайтын істері бұл. Арам нәрседен аулақ жүру керек адам тілек дұғасы қабыл болу үшін. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына хадисіне мән беруіміз керек. Ол хадисі даъватул муслими ли ахихи би захрил гайби мустажабатун. Мұсылман адамның өзінің бауырына сырттай дұға жасауы қабыл болады деген міндет тұр. Мысалға, сіз бір бауырыңызға дұға жасадыңыз. Алла, артынан тұрып тілек тілейтін болсаңыз, бұл тілек дұға қабыл болады деген. Соны қарыңыз хадистің жалғасында айнда расихи малакун муаккал, оның басының қасында бір белгіленген, соған тағайындалған бір періште болады деймін. Куллама да'a ли ахихи қала малакун муаккалун амин валака бимислин. Әрбір дұға жасаған сайын бауырына періште айтады дейді. Тағайындалған періште амин, тілек дұғаң қабыл болсын, саған да тура сол болсын деп тілеп тұрады деген жанында. Яғни сіз бір кісінің сыртынан дұға жасасаңыз, Алла тағала осы досымның жақсылығын бер, қиыншылығынан құтқар деп тілек тілеп жатсаңыз, періште сізге де тілеп тұрады деген сөз. Періште сізге де тілеп тұрады. Сондықтан бауырларымызға, ағайын туыстарымызға, жақындарымызға тілек тілеп отыруды ұмытпауымыз керек. Бұл тілек дұғаны кімге жасайды? Басшылар өз қарамағындағыларға тілек дұға жасау керек. Елбасы халқына дұға жасау керек. Имам жамағатына дұға жасау керек. Сіз бір үйдің егесі болып отырсыз ба, үйіңіздегі отбасыңызға дұға жасауыңыз керек, тілек. Жаныңыздағы отырған кісілер сіздің айтқан дұғаңызға қосылып әмин деп отырса, сол тілек дұға қабыл болады деген. Тілек дұғадан ешкімді ұмытпау керек, дұға жасап отыру керек. Керек болатын болса, кәпірлердің иманға келуі үшін, мұсылманшылықты қабылдап, Алланың азабынан құтылу үшін дұға қылу мұстахаб деп айтылған. Кәпірге де дұға жасау керек. Исламды қабылдаса екен, жүрегіне иман ұяласа екен деп дұға жасау, бұның өзі мұстахаб амалдардан, жақсы көрілген істерден деп айтқан. Енді осы дұғамыздың соңына қоса кетер нәрсе, мына бет сипау мәселесі, талас тартысты болып жатқан мәселе. Кітаптарда бұл нәрсенің үкімі айтылады. Үкімі ретінде үшке бөлген. Бірінші топ бар, бет сипау дұға жасағаннан кейін сүннет деп айтқан топ бар. Бұл топ хадистерді келтіріп, имам Науауидің, Ибн Хаджардың Булуғул Марам кітабындағы дәлелдерін келтіріп, сүннет деп айтқан, яғни бет сипау керек деген. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолын көтерсе, бетін сипамай қолын түсірмейтін деген хадистерге сүйеніп, бет сипау сүннет деп айтқан. Екінші топ шыққан, бет сипау бидғат деп айтқан. Сипау керек емес деген. Өйткені бет сипағанға байланысты хадистердің баршасы әлсіз деп шыққан топ болған. Бұл топты Ибн Таймия бастатқан. Үшінші топ бар, бидғатта демейміз, сүннетте демейміз деген. Сипаса өз еріктері, сипамаса күнәш жоқ бет сипам, дұғадан кейін деген. Бұл адамдар не нәрсеге сүйенген? Жаңа хадистер әлсіз болғандықтан, және хадистер 20 шақты хадис бар. Барлығы әлсіз дәрежеде. Біреуінің дені сау емес болып келеді. Бір жерінен біреу кетеді, біреуінің иснаты қате болады, біреуінің мәтінінде бір қателік шығады. Солай. Бірақ негізгісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолын көтергеннен бетін сипады деген хадис көп болғандықтан, бірін-бір қуаттап хасан дәрежесіне көтеріледі. Сондықтан бет сипауға болады, бірақ бет сипамаған адамды кінәламаймыз деп үшінші топ шыққан. Енді біздің ұстанып отырған мазхабымыздың үкімі бет сипауға болады, ешқандай күнәсі жоқ деген ұстанғандықтан сипай беруге болады. Бірақ сахих хадистерде былай келеді, қараңыз. Бұны мойындамаған кісілер мына нәрсені келтірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бет сипауға байланысты сахих хадис жоқ деп айтқандығы үшін нені келтірген? Хадистерде мені қараңыз дейді, пайғамбарымыз қол көтеріп дұға қылды деген. Бірақ әрқайсысын көрсеңіз, дұғада айтылады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолын көтерді де дұға қылды деп бітеді. Қолын түсірді, я бетін сипады деп жалғаспайды. Бетін сипады деген жерлер әлсіз келген. Бірақ қолын түсіре салды дегенде хадис жоқ болғандығы үшін оның да дәлелі жоқ деп айтады. Қол түсіре салуға да дәлел жоқ деген. Өйткені қол көтеріп дұға қылды деп біткен деген істің бәрі.
қол бетін сипамай түсірді дегенде дәлел жоқ болғанда үшін. Ал бетін сипады деген жерлер бар, бірақ әлсіз деп айтқан. Соның үшін сахих хадис жоқ болса, әлсіз хадиспен амал етіледі, бет сипалады, дұға қылғаннан кейін бет сипауға болады деп айтқан. Біздің мазхабымызда осыны қолданған. Яғни болатындығы. Алла тағала тілек дұғаларымызды баршамыздың қабыл етсін. Мына жұмаға әрбір басып келген қадамдарыңызға сауаптан жазсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк, бирахматика я архамар рахимин. Аллах.